Бағал жамағат, Аллах субханаху тааля har адамны да кесіні рахматы бұла, аңа берген сауғасы бұла, түз жолға салырға сайласа, кесіне құл болырға даража берсе, ол бірінші атламды. Аллаху Тағаланың рахматына, аны түз жолына ол бірінші атламды. Алай екінші атлам, біз Аллаху Тағаладан умут еткеніміз, ол бізні ол жолдан тайдырмағалайна, ол жолға аяқларыбызны да, жүректерімізді де бегіткені. Түзлік жолда тұра берген, анан таймаған, жан-жанынан түрлі-түрлі сынаула келселе де, ол түз жолдан таймағалайна барған. Сіз айтырға боллықсыз, бізді заманыбызда түз жолдан таярға адамға не зат бартта? Мешгітлеріміз açıktı, ilmunu eşigi açıktı. Kitaplarımız toludu. Okugan da eteybiz, ürengen de eteybiz, bilim de alabız. Üretir adamlarımız da Allah'a şükür bardıla, okurga baralla, kaytalla, ilmu köpten köp aynı baradı. Alayanı bula birge, biz birde kesibіз eslep de eslemeydi. Түз жолдан тайдырырға түрлі-түрлі себепле біргесіне бар Алла. Біз аны көрібіз, не көрмезбіз. Алай, ол зат har заманда да бірге біздеді, жаныбыздады, ауана кебек ізібіздан айырылмай айланады. Аны үшін Аллах субханаху таалядан түз жолдан тайдырмай бар деп тілерге бізді барыбызында борчубузду. Аллах субханаху тааля бізге аны har намазыбызда да тілетік. Бізге үлгі болыр үшін Аллах субханаху тааля кесі сыйлы китабында сағынған бір үлгіні келтірге ізлейім. Аллах субханаху тааля сыйлы аятында айтады: «Фастамсик биллази ухия илейка иннеке ала сиратин мустақим, ва иннаху ла зикрун лака ва лиқаумика ва сауфа тусалун». Аллах субханаху тааля айтады: Аллаху Тағаладан келген илхамны сен тұт, сен қаты бол аңа дейді. Ол керті да түз жол дейді. Ол саңа, сені қауымыңа, сені халқыңа ескеруді, сіз аны үшін сорулықсыз дейді. Ол Аллаху Тағаланың бізге берген неғматы түз жол үшін біз сорулықпыз, анда түз бара білгені біз біле, не де аннан шашқаныбыз, тайғаныбыз үшін. Аллах субханаху тааля сыйлы кітабында айтады: «Қутила асхабул ухдуд, аннари затил вуқуд, идхум алейха қуғуд, ва хум аля ма яф'алуна бил муъминина шухуд, ва ма нақаму минхум илля ан ю'мину биллахил азизил хамид, аллази лаху мульку самавати вал ард, валлаху аля кулли шейин шахид». Аллах субханаху тааля Буруч сурада бізге бір қауым аят бұла, бізді алыбызда өткен үмметте болған бір жұмышны ескереді. Аллах субханаху тааля айтады, алимлер, тафсирні алимлері айталла, Аллах субханаху тааля от жаңған чоңырны иелері қырылсылла, түп болсылла дейді. Аны еткелі, патшақ, аны төгірегіндегі болғалла. Ала отны тамыздыла дейді. Сора аны жанында олтырдыла. Аллаху Тағала шағатты ала мүмінлеге еткен артықлыққа дейді. Ала артықлықларын етелі жаңызда ала бір Аллахқа инанғалары үшін өктөмлікні иесі, мақтауыны иесі Аллахқа табынғалары үшін аны мүлкі ва көкте де жерде де харзатты аны мүлкіді, ола харзатқа да шағатлық етет дейді. Чоңырға атылынып күйдірілген мүмінлені үсіннен. Müslim, İmam Müslim kesini hadis jıyımdığında Suheyb, Allah ona razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitken hadisin keltiredi. Peygamber Allah'ın salamı ona olsun aytadı: "Sizni Allah'ızda bolgan ümmetlede bir patşah bar etteydi. Ol patşahını birgesini аңа патшақлық етерге, халқны алдарға болышқан хейнічісі бар еттейді.
Sonra ol xıynıçı bir gün aytты deydi patşaха, men qart bolğanma, manga жаңы жаш адам жіберсең үйретерге деп. Sonra patşah аңа bir жашчыкны сайлап, аңа дерс алырга жіберді deydi. Sonra жашчык xıynıçыга бара турган кезуде жолну ортасында халктан айырылып bir жанында Аллаху Таала табынган Аллахны bir кулуна түбейді. Аны etken namazına, etken tileklerine büsüreydi. Har günden anı birgesine oltura, andan ürene, andan sonra xıynıçıga bara, xıynıçı da keç kalgansa dep, аңа kol tiydire. Üyüne keç kaytıp gelse, üyünde akulları da uruşa. Sonra ol halin ortada ustazına targadı. Ustazı üretet. Menden keç kalıp barsan xıynıçıga, üyümde keç kalganma dep ayt, üyüңe keç kalıp barsan xıynıçıda keç kalganma dep ayt dep alay ete bir kavim zamanını ortada xıynıçıdan da dersli ala, Allah'ını tüz kulundan da dersli ala tebreydi. Sonra külleni bir gününde jolda bara turgallayına adamlarını jolların tıyıp turgan bir ullu januarga tübeydi. Adamma da öt almağallayına, ol januarda ketmegelleyine, sonra o gün aytты deydi. Taşını da koluna alıp, o meni Allah'ım, bu seni kulunu jumuşu, sana süydümlürak ese, xıynıçını jumuşundan ese, sen bu taş bula bu januarını öldürt dep, Allah-u Teala'dan tilek etip taşını atadı. Taş januarga tiyedi, ol da öledi. Allah Subhanahu Teala'nı жашчыкка берген белгisi bile xıynıçını jumuşu ters bolganın, Allah'ını tüz kulunu jumuşu tüz bolganın anılaydı. Sonra ol jumuşunu bolganını kelip ustazına aytadı. Ustazı aytadı, sen bugün menden akşı bolgansa deydi. Meni kolumda manga bolmagan, Allah-u Teala manga bolmagan belgilerini sana bergendi, sana sınav kellikti deydi. Sana sınav kelgen zamanda ne de bolsun meni sağınma, aytma dep aytты deydi. Sonra avrugallarını sav ete, türlü avruları bolganlarını sav ete halkın içinde haparı jayıladı. Patşahны birgesine olturgan sözüne göre kartlığına sokur bolgan ette ol da savgala alıp жашчыкка keledi. Bu savgala barısı da senille meni sav etseyin dep. Жашчык айтады, сау etken men tüyülme, Allah'tı. Sen Allah'a inansan, аңа mümin bolsan, men Allah'tan tilek eterme de sağ bolursa dep aytты deydi. Sonra ol Allah'a inanıp, jüregi bile аңа berilgenden sonra tilek etti de sokur sağ boldu. Ekinci gün patşah'a kelip beyağı janına olturdu. Patşah bunu közleri körüp başlaganın körüp, kim kaytardı sana közlerini artha dep sordu. Allah kaytargan dep aytты deydi. Patşah açulanıp, menden başka ve seni Allah'ın mı bar dep juvaplaydı. Sözüne göre seni de meni de Allah'ımız ol bir Allah'tı dep juvaplaydı. Patşah açulanıp azap çektiredi. Bu sözlerini mına kim üretkenin biledi, жашчыкны eşitedi. Sonra жашчыкны keltirtedi. Bu xıynıçı sana bıllay ullu köp xıynını kalay üretkendi, sen avurgallarını da sav etese deyt. Жашчык alanı sav etken ol Allah'tı dep kesini Allah-u Teala'ga inanganın, emana tabınganın bildiret. Ol da аңа azap çektirek etet de жашчык töz almağallayına kim üretkenin ustazın aytadı. Kartını suğurup kelelle, аңа da azap çektirek etelle, dininden artha tur dep, dininden artha turga unamagandan sonra bıkçını keltirip töppesinden tutup eki kesip eki jardı deydi. Sonra paçahını sözünü göründe keltirdi. Dininden artha turmasan sana bolluk da bu dedi. Uğay dep ol da dininden artha turmadı. Anı da başından bıkçı bula kesip eki etedi. Жашчыкны keltiret, dininden artha tur deyt, ol da turga unamayt. Sonra askerçilerine buyurat,
Былай тауға міндірігіз, төппесіне мінгеннен сора енчке атығызда өлтірігіз дінінен артқа тұрмаса деп бұйырады. Тауға мініп бара тұрғалайына, төппеге жеткеллейіне Аллах Субханаху Тааладан тілек етеді. О мені Аллахым, сен қалай сүйсең да, не сүйсең да, бұладан мені құтқар деп тілек етеді. Тау тітрейді, ол аскерчілі таудан енчке жығылалла, өлелі, жашчықта тынчырақат түшіп келіп патшаққа келеді. Қайдан өгерлерің? Аллаху Таала аланы мені аладан құтқарған дегенді айтады. Бияғы башқаларына бұйырат да елтіп кеме біле теңіз ортасында теңізге атып өлтірігіз, дінінен артқа тұрмаса, кемеге мініп бара тұрғалайына Аллах Субханаху Тааладан тілек етеді. О мен Аллахым, сен кесін қалай сүйсең да, не біле сүйсең да, мені бұладан құтқар дейді. Осағатлайына су көтіріледі, тебеді, кеме титрейді, аскерчілі суға жығылалла, баталла, жашчық сау саламат патшаққа қайтып келеді. Патшаққа қайтып келеді, айтады, сен мен өлтіраллық түйілсе дейді. Жаңыз да мен айтқанны етмесең дейді. Сора қалайды дейді. Бүттеу халқыны жияса, аланы алларында мені терекке асаса байлайса, сора мені кесімі оғымы алып садаққа салып, жашчықны, бисмилля, жашчықны Аллахыны аты бұла деп атсаң, о заманда өллік ме дейді. Халқыны жияды мейданға, жашчықны байлайды терекке асады, сора кесі айтқанша үйреткенше, аны оғын алып садақ бұла, Аллахны атын ескеріп жашчыққа атады, оқ жашчыққа тиеді, ол да өледі. Аны көргенлейіне, ұсағатлайына халық барысы да, жашчықны Аллахына инанғанбыз, жашчықны Аллахына инанғанбыз деп барысы да динге кірелі. Патшақ бірінен құтылама деп, бүттеу халқыны мүмін етіп, ендіне терге білмегелейіне қалады. Сора бұйырады, ұлы чуңғыр қазарға, анда от етерге, халқыны барысында ары құярға күйдірірге, кім дінінен қайтмаса да. Кеші дінінен арта қайтырға ұнамағалай барысында отқа құйып күйдіріп барады. Сора Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте бір тешіруіні ескереді. Бір тешіру қойнында қағанағы бұла, чүңірні ерніне жеткен заманда арсар болды дейді. Кесіне жарсымайды, сабиі өлірін сүймейді. Сора Аллах Субханаху Тааля ол қағанақ сабиіні тілін сөйлештіріп, анам сабырлық ет, сен түз жолдасы дегеніне айттырады да тешіруда отқа секіреді. Аллах Субханаху Тааля ол қауымны үсіннен айтады, Сыйлы кітабында ескеріп, алакеслеріні діллерінде артқа тұрмағалайына қаллай бірге дәрі чыдау еткелері. Біз бұл хабарны барысында айтқаныбыздың себебі не деді? Пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын бізге бұл сөзлені, бұл хабарны ескерген заманда асхапларына ескергенді. Асхаплары Құрайшлені артықлықларын көріп тұрған заманда Аллаға чыдарға себеп болурча, сіздің алығызда бұллай жұмышла болғандыла, сізге ол жұмышла етілінмегенділе, сізні бұқчы бұла башығыздан эки етіп кіші кесмейді, күйген чуңырлаға сізні кіші құймайды, сіз сабырлық етерге керексіз дегенні аңлатады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол жашчықны атында, патшақны сөз нөгеріні атында, ол Аллахны түз құлыны атында бізге ескермейді. Нектегенде аланы атлары бізге керекмейді, аланы ішлері керекті, аланы жұмышлары керекті. Аллах Субханаху Тааля бізге ол затны ескерген заманда, ол қарт, елден бір жанына кетіп Аллаху Тааляға табынып күрешкен қарт, ол жашчыққа сен бүгін менен ақшыса деп неге айтқанды? Жашчыққа саңа сынау келлікті, мені сағымма дегенді, мені ескерме дегенді. Жашчық патшақны сөз нөгері келіп, аны сау еткен заманда Аллахны бұйрығы бұла, мені ескерме деп айтмағанды.
Kesini etken жұмышында бұқмағанды. Адамланы сау етерге күрешкенді, Аллаху Тағаланың жолына чақырып күрешкенді. Нек? Бұлайда жігіт кімді бұл хапарда? Бізге үлгі кімді? Жашчық. Нек дегенде, олды қачмаған, бұқмаған дінінде бұқтырға күрешмеген. Олды құллықчыға да, таматаға да, жарлыға да кесіні дінін танытқан, Аллахны сөзін жеттірген ол еді. Ол жашчық келген чигедері, ол түз жолға тұрғын чыға дері, аны үйреткен қарт бар еді. Алай халық көбісі гауырлықты еді. Нек? Дінін кесі де жаңыз да кесіне қайырлан еді. Халқны дінге чақырмейді, үйретмейді, жаңыз бір жашчықны үйреткенді. Аны да адамла біліп қоймасылла деп, мені сағымма дегенді. Аны үшін Аллах Субханаху Тағала бізге бұлайда екі түрлі адамны көгістеді. Дінен бұқтырып кесі табынып күрешкен, үйренгенлей білгенлей дінін ашық етіп халыққа жеттірген. Жылла бұла Аллаха табынып тұрған заманда біреулеріне түз жолға чақыра алмағанды қарт. Бір қауым қысқа заманчықны ішінде жашчық бүттеу шақарны, бүттеу миллетні дінге чақырғанды, бұсырмалла болурларына себеп болғанды. Біз Алладан үлгі алабыз, дерс алабыз. Жашчық ол бізге дауат еткен адамны, дінге чақыру адамны бізге түз сұратыды, түз сыфатыды. Халқны не біле чақырғанды? Аллаға жұмышчу болырға күрешкенді. Алланы біргелеріне, қайғыларына, ауруларында, жануар жолларын кескен заманда да аңа қажау тұрға күрешкені біле, халқны қайғысы бұла жашағанды. Пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын кесін хадисінде айтады. Халықтан айырылып кетіп кесі энчи жашаған мүминнен есе, халқны біргесіне жашап, Алланы артықлықларына төзіп, Алланы дінге чақырып тұрған ақшыт дейді. Қарт діні біле кетіп, дорбында кесі энчи жашағанды. Жашчық халқны ішінде жашағанды. Қайғылары бұлады, қуанчлары бұлады, сынаулары бұлады. Халық кімні сөзіне тыңлағанды. Халық кімні ызымнан барғанды. Қайғысын көрген жашчықны сөзіне тыңлағанды. Жаш төліні, сабилені түз жолда өстірге керегі бізге дерс барды. Хар Фирауны да, хар заманда да халқны башын хайран еткен, терс жолына тартқан, патшаха таплықта үйреткен қайнычыла болғандыла. Патшах кесалына халқны кесіне табындырып тұраллық түйіледі. Аланы аңа үйреткен кім еді? Қайнычы еді. Алдап, арю айтып керекли жерде халқны патшаха құл етіп тұрған. Ол о заманда ұғай, хар заманны да кесіне Фирғауны бар, хар заманда да ол Фирғауны қайнычылары барды. Аллах Субханаху Тағаланы жаңызда Аллаху Тағала бұла жүреклені байлаған. Жашчық, мен Аллай ақшыма, мені қолымнан бұлай келет демегенді. Сау еткен жаңызда бір Аллахты. Адамланы Аллах бұла байлағанды. Кесіні ақшылығыны, кесіні игілігіні сүннен хапар жүрітмегенді. Кесіні жашауында, қанында, халқыны түз жолына тұруына құрман еткенді. Кесі дүнияда бейіклік izlemегенді, хорлам izlemегенді. Аллаху Тағала бұла жүреклерін байларға күрешкен, аны үшін жанын да бергенді. Аллах Субханаху Тағалаға толу шануы болған. Аллахның жолында жүрген, аны жолына чақырған, ол Аллаху Тағалаға толу шануы болырға керекті. Харзатта Аллахтанды, харзатта аны бұйрығы бұлады, харзатта жаңызда аны бұйрығы бұла болуқты дегенге инанған. Жашчық
О мен Аллахым, сен мені бұладан құтқар, кесін қалай сүйсең де. Біздің де бүгінлікті етер тілегіміз олды. О біздің Аллахыбыз, сен бізді гәуірланы қолынан, қарындашларыбызны гәуірланы қолынан сен кесін, құдіретің біле, күчің біле, ilmің біле, кесін сүйгенше, сен бізді құтқар деген тілегіміз. Ақыр кесекке дері, ақыр солуға дері, жашчық динге чақырғалайына тұрғанды. Өлімі де Аллаху Тaalаны жолында чақыру болурча еткенді. Хорлам бұла, хорлатуыны түз мағанасын аңылай білген. Хорлаған ол сау қалып, байрақны өрге көтіріп, патшақ болып, жорықланы жайып, Аллаға оноу етіп жашаған түйілді. Хорлам ол түз жолдан шашмағалайына, түз жолда дүниядан кете білгенді. Олды хорлам. Жашчық хорлағанды. Аны халқы хорлағандыла, ала қырылғандыла. Алай Аллаху Субханаху Тaalаны алында хорламға жеткелі алалла нектегенде, патшақ аланы түз жолдан тайдыра алмағанды. Ала Аллаху Тaalаны жолынан шашмағалайына жалларын бергелі алалла хорлағалла. Аллаху Субханаху Тaalаны жолына чақыруда жаңызда Аллаху Тaalаны разылығын ізлеп, башқа дүния хайырлықладан ортаны айырмағалайына Аллахны жолына чақырған қиын болады. Жашчық патшақны сөз нөгері сауғала алып келген заманда сауғаларын алмағанды. Сауғала чүн етмейме, сауғала чүн күрешмейме. Аллаху Субханаху Тaalаны разылығын ізлегені, жаңызда Аллаху Таала түзеткені, саулықында ол бергенін үйреткенді. Сынау ол Адам алейхиссалам заманынан башлап, бір заманда да үзілмегенді, үзіллікті түйілді. Бірлері біз чүңірлаға атылынып, діні біз үшін анда күйе, ызыбыздан жаңы төлілі өсі, алада діллері үшін башқа сынаулаға түбей, Аллаху Субханаху Тaalаны жәннет жолы ол халде барғанын аңлаған. Сынауыны ақыры жоқты. Бірінен құтылсақ ма енді тынчайырық біз, ендуа жәннет жашарық біз деген бұл дүнияда ол алдауды. Аллаху Субханаху Тaalаны бұл дүнияға бұйырған жорығы ол сынаудан сынауға өткен, аладан құтылған Аллахны разылығына, ол сынаулада абың Аллаху Тaalаны азабына. Иман har заманда да болғанды. Иман ол қарчықны жүрегінде жұқлап тұрғанды. Жашчық аны ұятып берет дорбуннан шығарып халыққа жайғанды. Иман har заманда да барды. Иман жұқлап тұрырға боллықты, ұянырға боллықты. Ол жұқлап тұрған иманны жүреклері бізде ұята білгені, олды бізді борчыбыз. Аллаху Субханаху Тaalаны жүреклері бізді ұятып, дінімізді жашауымызда бардырып, Аллаху Субханаху Тaalаны ақырат разылығын табып, дүния жашауымызды хорлам бұла бұшарча Аллаху Субханаху Таала барымызға насып берсін. О саллаллаху алейхи Мухаммад ва алейхи